Да, достар, ассалаумағалейкум. Міне, пятнашканың 8 клапан распредвалдың сальнигін ауыстырып жатырық. Сосын мынандай шкифтерін, нижний, верхний. Сальник жоғарғы, және астыңғы. Лишний герметиктерін алып тастаймыз. Бұны ауыстырып жатқан себебіміз шкифт алмастырып жатырық. Қайсынан екенін білмей тұрық, нижний шкифтен или верхний. Ремень ұзып береді. Сондықтан сальнигінді сразу ауыстырып жіберіп жатырық. Май жіберіп жүрді. Кімде осындай жағдайлар болып тұрады, неден болады? Білсеңіздер, комментарийге жаза отырыңыздар.